Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін мен сіздерге шеберлік сағатында мектеп формасын киюге арналған киім ілгішті қалай жасалу жолдарын көрсететін боламын. Ол үшін бізге бір үлгісі берілген. Бұл үлгінің биіктігі 1 метр. Және де біздің бүгінгі жасайтын үлгішіміз тура осы өлшемде алынады. Ол үшін бізге қажетті құрал-саймандар. Біріншіден, ағаштар қажет болады. Яғни 4 жақ қыры кесілген дайын ағаштар. Ұзындығы 950 мм, бұл бізде ең артқы бөлігі болып есептеледі. Екінші қажет бізге 700 мм, ол алдыңғы бөлігі болып есептеледі. 400 мм, 300 мм, бұл 300 мм-тен бесеу дегеніміз екеуі табан бөлігіне, қалған үшеуі ортаңғы бөліктеріне кетеді. Келесі 170 мм. Бұл бізде 170 мм бөлігі артқы және алдыңғы бөліктерін бекітуге арналады. Бізде келесі бұл негізгі бөлігінің үстінде тұрады. Бұның ұзындығы 645 мм. Және де бізге ағаштармен қоса бұрандалы шегелер қажет болады. Бұрандалы шегелердің бізге осындай түрлері жарайды. 18 жеткілікті болып есептеледі. Табан бөліктерін бекітуге арналған дөңгелектер. Бұдан бізге 4 жеткілікті. Және де осы дөңгелектерді бекітетін кішкентай қара бұрандалы шегелерден 8 болса жеткілікті бізге. Содан кейін ең негізгісі бекіту жолдары. Бекіту жолдарына әркім әрқалай қолданады, бірақ та сіздерде болса осындай қолдануларыңызға болады. Бұл және де өте ыңғайлы болып есептеледі бұрағанға. Немесе электр бұрғыларын қолдануға болады. Ендігі тапсырма біз құрастыру жұмыстарын жүргіземіз. Негізгі бөлік пен алдыңғы бөліктің орталарын белгілеп аламыз. Ол үшін бізге электр бұрғышын қолдануға тура келеді. Бұл бізде 16 сантиметрлік өлшеммен аламыз. Және де 300 мм ортаңғы бөліктен тек екеуін кестек жеткілікті болады бізге. Сонымен бізге белгіленген өлшемдер дайын болды. Енді құрастырамыз. Құрастырғанда ең бірінші артқы бөлікті бастаймыз. Бізде артқы бөлік 950 мм өлшеммен аламыз.
келесі біз осы екі бөлікті бір-бірімен жалғастыратын 170 миллиметрлік ағаштарды пайдаланамыз. Ол үшін тең ортасынан орналастыру керек. Қарап отырғандарыңыздай, енді бізде табан бөліктері қалды. Табан бөліктерін орналастыру өте оңай болып келеді негізі. Келесі кезеңде біз дөңгелектерін орналастырамыз. Ол үшін екі жағын бірдей өлшемге аламыз. Әрбір дөңгелектің
доңғалақты орналастырдық. Бұл доңғалақтың ең бір жақсылығы кез келген бағытқа қарай емінетін қозғала алады. Қазір бізде толықтай 100% деңгейде дайын болды. Келесі біздің кезеңіміз лак пен бояу әдісі қалды. Жұмысымыз лак пен бояуды. Осымен шеберлік сағатымыз аяқталды.